Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тез әрі оңай дайындалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, оның үстіне тұз, қант салып, ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, 15 минуттай жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Он 15 минуттай жылы жерде тұрды. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болып тұрады. Енді қамырымызды 40 минуттай ашытуға қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды, мен екіге бөліп алып, тапамызға жайып шықтым. Жайып алған қамырымыздың үстін шамалы вилкамен басып шығамыз. Салмасына менде шұжық, сіздерде өз еріктеріңізде қандай салма салғыларыңыз келсе де, тәтті бұрышпен, қиярмен, қызанақпен өз қалауларыңызша міндетті түрде сыр қажет болады. Енді қамырымыздың үстіне майонезімізді, кетчугымызды салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Мінекей жағып алдық. Енді салмасын салып, қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей пісіп болып қалған кезде үстіне сырымызды салып, тағы да 5 минутқа салып алатын боламыз. Дайын болды. Өте дәмді әрі ерекше, тойымды болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.